Иә, бізге жеңе қайта алмайсыз, бірақ енді бір тырыстыңыз ұқсауға, иә, билеуге, айтпай, ал қалай сіз үміткер келіп қалды? Күткен жоқпын жаңахан. Біраз болды иә келмеген. Мен күтіп отырғанда ой келетін шығар деп қайтып отырып алам. Келетін шығар, келсінші деймін де қайтып отырып алам орныма. Өте қуаныштымын жаңахан. Дайынсыз. Дайынмын. Олай болса, ұлбосынның жаңа үміткерін, көптен күткен, сағынған, сарыла күткен үміткерін студиямызға шақырамыз, келіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет. Есіміңіз? Абылай. Абылай? Абылай, жасыңыз? 26. 26-да. Тамаша. Ұлбосынды неге таңдап келдіңіз? Бұның ашық жақын өмірге деген құштарлығы көп, моланын әрине. Әдемі қылықты. Ал сіз бұрын соңды өзіңіз үйлі болдыңыз ба? Ажырастым, балам. Балаңыз бар? Жоқ. Балаңыз жоқ, бірақ ажырасқансыз. Қанша уақыт некеде болдыңыз? 8 ай. Ал ажырасуыңыздың бір басты себебі? Бастысы айтып қойын. Еркіңізде осы сұрақтарыңыз Абылай 26 жаста ажырасқан. Қош келдіңіз Абылай. Мені таңдап келгеніңізге көп рахмет. Қай жақтың тумасысыз? Негізі Алматы облысы, Алматыда тұрмын, бірақ 10 жыл болды. Осында әке-шешеңізбен бірге тұрасыз. Үйдің нешіншісіз? Екінші ағам бар, енім бар. Ініңіз бар, иә? Ағаңыз үйленген? Үйленген. Ініңіз үйленбеген? Жоқ қойды. Бұл жақта әке-шешеммен бірге тұрамын дедіңіз. Жаңағы жеңгеңіз әке-шешеңізбен бірге тұрады ғой, иә? Жоқ, бөлек тұрады осылар. Болашақта екеуміздің жақсы жұп болып, тұрмыс құрып жатса, қара шаңырақта сіз қаласыз ғой, яғни? Жоқ, бірақ басында бір 5-6 ай бірге тұрамыз, өйткені албасу керек, танысу керек деген сияқты, содан кейін бөлек шығамыз, үйде қара шаңырақта інім алды. Иә, дұрыс екен. Не жұмыс жасайсыз? Немен айналысасыз? Вентиляционный фирмада. Қандай? Вентиляционный фирма. Ол қандай? Қалайсыз? Жарайды, бірақ айтыңызшы дейді Ұлбосын. Вентиляция заводы бар ғой, фирма сол жерде. Вентиляция дейді ма? Сол жерде істейді дейді Ұлбосын. Ұлбосын сұрап алыңыз. Бұл сөзді сеніп кетейікшілік болмасын, е? Келесі сұраққа өтейік. Ал, тағы да сұрақтар? Одан кейін менің қай қырларын ұнап келдіңіз? Пысықсыз. Пысықсыз, әдемісіз, өмірге деген жан айтқандай. Не айтады? Өмірдің ашық түстің көрген бәрін білетін қыз деп ойлаймын. Тамаша. Өте ұнаған жауап десем де болады. Енді Айгүл айтып отыр, қырым жоқ қой деп ше. Барлықтарын сұрайсыңдар ма, қай қырымды ұнап келдіңдер деген сияқты. Руыңыз қандай? Бірінші сұрап кетейінші. Жауап болып жүрсін. Осында келгеніңізді, мені таңдап келгеніңізге жаңағы үйіңіздегілер қарсы емес па? Негізі айтып сұрап келдіңіз. Анашым өзі жіберген негізі. Значит, болашақ енеме ұнаған онда. Бір мантыма бір нәрсе сосын ұнатып. Ой, мантыда. Тамақтың түрін түсіреді ойбай, айта алмаймыз ғой. 5 аспап. Е Ұлбосын? Енді әрбір қыздың қолынан келеді деген ойдамын енді. Маған деген сұрақтарыңыз болса қойсаңыз кішкене. Талаптарыңызды айтып жібересіз ба? Өйткені сіздікі бір өзгерді ма, түсінбедім, алдында бір эфирден қарасам басқаша отырыш. Көрейік өзгерме жоқ екен. Менің талаптарым алдында бәрі айтады ғой, 600 мың теңге маған көп жазады, 600 мың теңге қиын маған деп ше. Мен 600 мың теңге дегенді алып тастаған болатынмын. Ақша қарамай маған ұнап жатса, талап-малаптың бәрін сырып тастаймын шылтамсырап. Жас мәселесі маңызды емес. Жақсы көрсек, арада ұшқын болып, махаббат болып жатса,
ештеңесіне қарамаймын. Бой, түр дегенге қарамаймын. Ішкі жаңа жан дүниесі маған ұнап жатса, соның өзі жеткілікті деп ойлаймын жаңадан. Ал талаптар қалай сізге? Абай енді білесіз, ұлбосынның 2 баламыз бар. Аягөз Бегат есімді қызы, ұлы бар. Болашақта жүрген жеріне барған отбасын әрине өзімен бірге алып барады балаларды. Қабылдауға дайынсыз. Түсінбей қалдым, ренжімесеңіз қайтадан жібересіз ба? Рұқсатын беріп отса, балаларына бөліскен беремді беремін деймін. Дайынмын дейді жалпы. Дайынмын деген. Дұрыс, ер азамат жақсы көріп алса барлығына дайын болу керек қой. Так, енді Диана ханым қатысушыларға Мен ойлаймын Диана ханым. Нұрсұлтан. Және сөйлемеге ассалаумағалейкум бауырым, өте керемет салмақты сөйлеп жатсың. Енді бәрі күшті ғой, бәрі ұнайды, фамилиямды да беремін, бүйтем деп жатсың ғой. А болашақ жарың қандай болғанын өзің қаламайсың. Қаламаймын? Иә. Мынандай тілектер істемеу керек, мынандай болмау керек деген сияқты. Онда определенно ештеңе жоқ, уақыт өте көреміз деп ойлаймын. Дұрыс емес жағы болса түзеуге тырысамыз. Түзеуге келгенде сен қазір уже бір рет ажырасында, мен де ажырасқанда сен уже нақты ойлау керексің, сен екінші мәрте болып кетпеу үшінші. Бұрынғы әйелге мысалға мінез сәйкес келмеді ма? Ұнамаған несі бар бұрынғы әйелдің? Келіспедік болды. Тек қана сол бір нәрсесі ұнамады ғой, бір дүниесі ұнамады, содан кейін ажырасуға барды ол. Жоқ. Нормально, обоюдно шешілген нәрсе. Просто келіспей, әшейін бір сөзбен келіспей болсаң ажырасып кету. Ондай жоқ, әшейін сөзге ол ажыраспайды, жүрмесін. Бір мәселе болған сияқты. Нұрсұлтан енді айтпаймын деді ғой. Нұрсұлтан андай ғой. Диана ханым, мен расында маған Нұрсұлтан сен айтып жатқан нәрсе ол болсынан көрінбейді, өйткені бұл кісінің күйеуі болса ол под ним всегда оны бүйтіп ұстап жүретін қыздардың бірі деп есептеймін. Ең басты сұрақ мында болсын. Сен 2 балаң уже кішкентай емес, біреу 8-де, біреу 10-да. Олар қалай қабылдайды? Сен таныстырсаң мүмкін болашақта. Өйткені мен білуімше уже 10 жас деген уже ес жиятын зат қой. Ой, жас. Иә, есіңді уже білесің да. Кімнің кім екенін, сен мысалы қай жерде отқанын, не істеп жүргенін біледі ғой балалар. Соған қалай қарайды? Енді Тимурхан өте дұрыс сұрақ қойдың. Не ғой, алдында мен білесіздер, ерте таныстырып қойдым. Енді сол кезде кішкене минус болып қалды маған. Сол кішкене сабақ болды десем де болады. Болашақта енді өзім жақсы танып біліп, болғаннан кейін ғана бала-шағаны таныстырып, енді аспаймын, иә. Диана ханым, үйде мысалға Инстаграм, олар по-любому, тем более сен қызымен ол Инстаграм белсенді нелері ғой, колледж. Олар көреді саған келін мұндай жігіт сенен сұрамайды ма, мама, мына кісі қалай екен деп мысалға. Ал өзі темірлан жарнамадан сізге шымылдық ашыла ма, жалпы танысы қалай өрбейді, бірге білетін боласыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Студия төрінде ерекше болаттар. X-Factor Қазақстан байқауының жұлдыздары. Самая любимая. Өнерлі жігіттер Кентау мен Анатолий Цой. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Есімім Тимурлан болады, жасым 22 жаса. Америкада тұрамын, соның қасында отыратын заманауи қаланың қызын іздеймін. Мен болашақта президент боламын, ал сен менің әйелім боласың. Яғни президенттің әйелі боласың. Күшті емес па? Мен тойға қатысамын, және тойды жасамаймын. Болашақ президенттер ешкімнен қорықпайды. Спорт өнері салдарынан өзіңізге сеніміңіз жоғала бастады ма? Ішімнің кебін білінбейді деп үміттенемін.
тіпті фильм театр туралы. Фестал Н қабылдап көріңіз. Фестал Н жайсыз дамудың көріністерін емес, оның себептерімен күресуге көмектеседі. Ас қорытылуын жеңілдетеді және іштің кебуін азайтады. Фестал Н ас қорытуды жақсарту үшін. Санафи, Франция. Дача Зеро! По фану! Зеро! Жизнь свежо! Антибиотик керноколеміз болмайтын жағдайда қабылдаудың алғашқы күннен бастап шекті қорғайтынына мен сенімдімін. Өйткені бір-бірінің әсерін күшейтетін ленокс спорты бактерияларының біріктірімі микрофлораны қалпына келтіруге көмектеседі. Ленокс спорты антибиотиктермен. Пиала Голд. Мы сравнили сотни чайных сортов и выбрали лучшие чайные листья для нашего купажа. Только у Пиала Голд настоящий резаный лист в каждом пакетике дарит вам богатейший вкус и уникальный насыщенный цвет, как любят именно в наших семьях. Пиала Голд. Дом там, где пиала. Егер бауыр сауырсынып мазаласа, сізге эссенциалия форта Н көмектеседі. Эссенциалия форта Н препаратының үш жақты әсері бауырдың жасушаларын қалпына келтіріп, нығайтып, токсиндерден қорғайды. Өмірді сүйіңіз. Бауырыңыздың қамын бүгіннен бастап ойлаңыз. Санафи, Франция. Чизбургер от KFC. Настоящая любовь с первого кусочка. Не пропустите лучшие моменты из-за кашля. Лазолван. Тройное действие против кашля. Разжижает мокроту, очищает дыхательные пути и защищает легкие. Лазолван. Не отвлекайтесь от главного. Санафи, Франция. А собака откуда? Ты же сама разрешила. Когда вас что-то волнует, вы можете терять связь с близкими. Могли бывший Санафи. Отбросьте лишнюю тревогу. Санафи, Франция. Әлем жерінің алаяқтарынан сақтасын. Алаяқтардың әрқайсымыз 60 мыңнан, 50 мыңнан, 100 мыңнан бере беретін болсақ, оны полиция ашпайтын болса, ол деген жайып кетеді. Хакерлер жеке парақшаларды бұзып жатыр. Соттың санкциясы болмағанға дейін біз ол жедел түрде істей алмаймыз. Танымал сайттардың өзі сан соқтырып кетуі мүмкін. Білмеймін, мен ана сөздерімен бір гипноз тастаған сияқты болдым, басқа ештеңе ойлаған жоқпын дейді. Пендеміз ғой студиясында. Кибер алаяқтар. Еуразия бірінші арнасы сандық форматқа көшеді. Телеарнаңыз бір сәтте көшіп қалудан қорқасыз ба? Техникалық баптауды дұрыс өңдесеңіз, бұл жағдай орын-алмайды. Егер сіздің теледидарыңыз жаңа болса, жай ғана баптауға кіріп, автоөздеуді басыңыз. Ал 2010 жылдан кейінгі теледидар болса, арнайы приставканы орнатып, соның көмегімен арнаңызды іздеп табасыз. Еуразия бірінші арнасын енді еш кедергісіз және жоғарғы сапада көре аласыз. Сұрақтарыңыз қалды ма? Қасиет радио байланыс орталығына хабарласыңыз. Немесе сайтқа сауал жолдаңыз. Бізбен бірге болыңыз. Бірде көл, бірде шөл. Қорқтым, Диана. Я просто не хотела. Таңғалдырудан талмайтын Ерасыл мен Дарина. Тағы не болды дейсіз бе? Мен шын керек өзімде саммен есті қалым. Ай, неден бастасақ екен? Ол ойыншық басында. Қара қыз ашуланатын болды. Біз біліп алдық та мынаяқта не болатынын ше. Менің көңілім суып батыр. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Қосылайық ханзадасы. Жігіттер осал емес. Жарыс жалғасуда. Соңғы кезеңде серілерімізді не күтті? Жеңіске бір табан жақын тұрған кім? Сәлден кейін қосылайық жобасында.
сүйікті қадірменді көрермен, ортада бізде Абылай болсын үміткер қабылдауда. Ал бұл әдемі Раушан гүлдері кімге деген сұрақ? Бұл Раушан гүлдері біздің Маржанға. Үміткерінен. Серік Мырзадан. Тамаша, табыстайық. Маржан ханым, қабыл алыңыз. Өте әдемі. Ауыр екен дейді Абылай. Абылай көлің құтты болсын. Ал болсын. Сұрақ қалды ол. Негіз жарайды мен чоқты сос кеткен сияқтың ғой. Бұлай сұрайшы, сен балаларыңмен ақылдасасың ба, санасасың ба, болашақ жар таңдауда? Әрине, ақылдасам. Қалай ұнады ма сендерге сөйлестіремін, таныстырамын деген сияқты, бірақ өзіме сенімді болған кезде нақты сол жігітке күйеуге шығамын деген сенімді болса, мен таныстырып солардан да кішкене. Ол кезде мысалға сен балаларың мысалы қабылдамай қойса, адам баласы деген не ғой, жақсы адам көріп тұрады, мысалы себет шеш, сол кезде мысалы сен балаларыңа ұнамай қалса, мысалға Нұрсұлтан таныстырған кезде білемін, жақсы болды, өте керемет қабылдады мысалға, бірақ болашақ сен сол қазіргі мысалға үміткермен соларға отрицательно қаралса, сен балаларың тыңдайсың ба әлде өзің жүрегің тыңдайсың? Ғой, мен де 30-дамын ғой, қазір 30-дан асып, мен де адам тани білемін негізі. Маған ұнаған екен, балаларыма да ұнайды деген сенімдімін. Ол болсын. Шымылдықты ашамыз ғой. Ашамыз ба? Ал ашайық. Сұлтанбай. Жаным өтеді шайды, baby. Қасымнан кетіп шайды, baby. Сөзіммен тек сен жан. I love you, baby. Барымсың берімге айды, baby. Бұл жүрегім I love you, baby. Let me love you, baby. Сәлеметсіз бе? Жаңа бір Диана мен сөйлеп сұрақ қойып жатырмын. Сұрақ қойсыншы маған. Қалай екен енді бетпе-бет. Өтеріңіз. Поддержка беріп отырсыңдар. Әдемі істеп жатыр ғой. Әдемекесіз көрдіңіз бе қалай қошемет қолдады? Көп рахмет. Просто білмеймін, Диана бүгін көңіл-күйім өте тамаша. Может, сезгендей шығар жүрегім. Осы үміткер келеді себебі. Абылай, сіздің қоятын сұрақтарыңыз бар ма ол осынға деген? Ал сол сұрағы бәрі пока ішінде сұрағы таныса жатқанда көрерсеңіз танысып жатсақ. Егер сұрақтар болмаса, ойын жинақтаймын отыр. қобалжып отырсыз ба сәл? Түсінеміз, алғашқы эфир оңай емес. Бірақ енді сырласы бөлмесіне сіздерді камерасыз жіберсек, бәлкім сол жерде отырып, емін еркін. Олай болса, жұлдыздарды Мадиармен шақырайық, шығарайық. Таныстыр шығасың. Мадиар? Сізден сұрасам бола ма? Неде? Айтпесеңіздер, ертең жұлдызды жібере аласыздар ма? Қайда? Просто жібересіз? Жоқ, Шымбұлаққа алып кетейін. Күндіз, е? Да, дневной. Жарайды, онда эфирде жұлдызды кездесу үшін босатуға біз дайынбыз. Е? Жарайды. Сіздерді? Біз де дайынбыз сырласуға кіруге. Шығарып салайық. Ал енді бүгін жауапты шешуші кезең. Ұзақ ойландық бұл сайысқа бұл